Азбек Жарылқасынұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы. Алдымен бәріңізді қасиетті Рамазан айымен құттықтаймын. Ақжолдың сауалы премьер-министрдің орынбасары Тоғжановқа. Ақжол фракциясы биыл 3 наурызда алаш қайраткерлерін ұмыт қалдыру, саяси әділетсіздік атты депутаттық сауал жолдағаны белгілі. Онда өңірлердегі алаш қайраткерлердің есімдері ұмыт қалып отырылғаны айтылған еді. Енді анықталғандай, елеусіз қалғандар тек алаш қайраткерлері ғана емес, Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы секілді алаш көсемдердің өздері де лайықты ұлықталмай жатқаны көз жеткіздік. Биыл Орта Азиядағы тұңғыш саяси партия Алаш партиясын құрып, Алашорда үкіметін басқарған Әлихан Бөкейханның туғанына 155 жыл толуына арналған іс-шаралар Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұсынуымен тәуелсіздіктің 30 жылдығы бағдарламасына енгізілді. Таяуда 31 наурызда Түркістан декларациясын қабылдаған Түркі кеңесі мемлекеттерінің басшылары Тұранның ұлы тұлғаларының ішінде Әлихан Бөкейханның 155 жылдық мерейтойында бірлесе атап өтуге шешім қабылдады. Қарағандыдағы Октябрь ауданы енді Әлихан ауданына айналды. Алаш ақыры Октябрьді жеңді. Бұлардың бәріне шүкіршілік айтамыз. Бірақ дегенмен елімізде алаш көсемінің атына лайық ешқандай көше жоқ екенін анықтадық. Астанамыздан бастасақ, Бөкейханов көшесі орталықта емес, елеусіз ол көшені көбінесе Мәңгілік ел көшесіндегі кептелістен қашқан жүргізушілер жақсы біледі. Алматыдағы Бөкейханов көшесі қала шетіндегі өндірістік аудандағы базар артындағы қуыста орналасқан. Шымкенттің шетіндегі Тассай ауылының тасасында қалған Бөкейханов көшесінің ұзындығы 500 метрдей ғана, 20 шақты үй орналасқан, тіпті жарықта жоқ. Алаш ордасы аталған Семейде де, облыс орталығы Өскеменде де Әлиханға лайықты көше жоқ. Шалғайдағы шағын аудандардағы 20 шақты үйден тұратын шағын көшелер. Қалалардағы бойында бірде-бір оқу мәдени орындары жоқ. Бұл көшелердің барлығын Әлиханның көшесі деп елге көрсетудің өзі ұят. Қазақ елінде біртуар тұлғамыздың атына лайық көше болмауы және қазақ ауыл шаруашылығы ғылымының басында тұрған ғұлама ғалымға бірде-бір жоғары оқу орнының аты берілмеуі алаш көсемінің әруағына жасалған қиянат. Биыл 3 наурызда Еуразия ұлттық университеті мен Тарих этнология институты өткізген халықаралық конференцияда лайықты бір жоғары оқу орнына Әлихан Бөкейханның есімін беру және үлкен қалаларда Алаш аллеясын ашу тағы да көтерілді. Осыған орай Ақжол партиясы ұсынамыз. Әлихан Бөкейханның негізгі мамандығы орман танушы ғалым, яғни агроном. Ол қазақтың жер суын, дәстүрлі шаруашылығын зерттеген экспедицияларға қатысып, қой, ірі қара және жылқы тұқымдарын зерттеп, 3 іргелі ғылыми монография, ондаған ғылыми мақала жазған, қазақ ауыл шаруашылығы ғылымының негізін қалаған ғұлама ғалым. Сондықтан оның есімін Алматыдағы әзірге аты жоқ Қазақ ұлттық аграрлық университетіне беру әбден лайықты деп санаймыз. Екінші, елордамыздағы Тұран мен Сығанақ көшелерінің қиылысындағы бос тұрған алаңға Алаш аллеясын ашып, Әлихан ескерткіші мен алаш қайраткерлері бюстерін орнату қажет. Үшінші, еліміздегі барлық қалалардың орталығынан Әлихан Бөкейханның атына лайықты көше беріліп, алаш алаңдары ашылуы тиіс. Құрметпен Ақжол фракциясы депутаттары. Рахмет.